Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде Pindodo распаковка видеосы болады. Бұл менің екінші рет распаковка түсіруім. Жалпы Қытайдан қанша күнде келеді, қандай каргомен алдыртатынын барлығын алда айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де айтайын дегенім, мен негізі киімдерді алуға қорқатынмын, сапасы қалай шығады екен деп бір қорқыныш болған, бірақ осы жолғы тапсырысым көңілімнен толықтай шықты десем болады. Өте қатты ұнады. Қазір распаковка жасағанда өздеріңіз де көретін боласыздар. Ал енді жеке-жеке барлығын ашып бірге көретін боламыз. Бірінші осы коробканы аштым. Бұл жерде бізде кепкалар шықты. Мен өзіме және балаларыма, кіші қызыма панама заказ берген болатын. Барлығын бір дүкеннен алдым. Pindodo'дан өте әдемі. Бағасы бір данасы 975 теңгеге түсті. Ал келесі кезекте бізде осындай пакеттен қыздарыма, екі қызыма бірдей етіп купальник тапсырыс берген болатынмын. Қарағандарыңыздай өте ерекше, жаңағыдай қатты ұнады. Тек қана бір несі таңдаған кезде бір-екі размер үлкен берулеріңіз керек, себебі бұлар маломерка жүреді екен. Отзывтарын скрин жасап, переводчикке салып көрсеңіздер болады. Ал бағасы 3,5 теңгеге шықты бір данасы. Ал келесі пакеттен бізден осындай қызыма футболка тапсырыс берген болатын. Размерін кішкене үлкендеу алыппын, бірақ қызым деген қазір осындай мама мода деп ұнатып киіп алды. Және де айта кететінім, осы брендтің киімдері өте әдемі екен. ABC Kids деп аталады. Және бағасы 2535 теңге. Ал келесі пакеттен мен жаңа атауынан ақ біліп тұрмын юбка екенін. Өзіме юбка заказ берген болатынмын. Осындай өте әдемі, негіз бірақ отзыв тұрған. Соған қарап қорқып заказ бердім, бірақ өте әдемі, тура суреттегідей шықты. Размер негізімен МК, ЛК кем, бұл жолы XL заказ берген едім, тура шақ келді. Ал бағасына келетін болсақ, 9750 теңгеге шықты. Ал мына жерде бізде қызым мен ұлыма сандалия заказ берген болатын. Өте қатты ұнады десем де болады. Өздеріңіз мына видеодан байқап тұрғандарыңыздай, сапасы да өте әдемі, подошвасы барлығы керемет. Осы екі аяқ киімді мен бір данасын 3575 теңгеге алдым. Сіздерге тапсырыс берсеңіздер болады. Өте сондай стильные, әдемі, удобные, главное аяққа сондай аяқ киімдер екен. Толықтай көңілінен шықты десем болады. Ал мына кішкене пакетиктен бізде балаларыма осындай кепка шықты. Өте ерекше, бір басқаша стильде, модный кепка десем болады. Балаларыма қатты ұнады. Матасы сондай жұмсақ өзі. Қыздар, например, көлікпен, спортивный киіммен де, немен кисе де жарасып кетеді. Өздеріңізге енді барлығымызға қатты ұнады. Бағасы 1105 теңге болды бір данасы. Ал енді кезекте бізде осындай обычный қара ремень, ешқандай артықшылығы жоқ. Ал бағасына келетін болсақ, 650 теңге сондағысы. Ал келесі осындай өзіме шлепанцы заказ берген болатынмын. Dior коробкаге пыльнигімен әдемілеп етіп орап жіберіпті. Өзім дәл осындай жайтабан ыңғайлы шлепка іздеп жүрген болатынмын. Балалармен сыртқа прогулкаға шыққанға. Бағасы 3250 теңге. Ал келесі пакеттен бізде осындай ұлыма әдемі футболка шықты. Размерін кішкене үлкен алып қойыппын, бірақ қазір осындай стиль модада десем болады. Матасы өте әдемі ғой, бір ерекше мата екен. Бағасы 2275 теңге. Ал енді келесі бізде пакетті ашамыз. Бұл жерден маған осындай пижама келді. Шорты пижама өзіме ұнады. Матасы тек қана кішкене плотнылау екен. Жалпы барлығы керемет. Ал бағасына келетін болсақ, 4875 теңгеге шықты. Келесі пакеттен менде кіші қызыма көлік пен футболка тапсырыс берген болатынмын. Екеуі де бір продавецтен. Өте әдемі екен. Көріп тұрғандарыңыздай мынау көліктің өзі матасы лен екен да, бір денеге сондай жағымды, удобный дейміз ғой. Футболкада дәл солай.
сапасы енді керемет екен, өте қатты ұнады. Тағы да осы брендтен тапсырыс беретін боламын. Ал мынау енді соңғы біздің коробкамыздан байқап тұрғандарыңыздай чемодан шықты, детский. Осындай наклейкалары бар екен, балалар өздері қалауынша жабыстырса болады. Чемодан қатты үлкен емес, өзіме осындай кішкентай балалардың киімін салғанға деп кішірегін тапсырыс берген болатын. Әйтеуір балаларым мәз, бірақ сапа жағын айта алмаймын, себебі әлі қолданған жоқпыз. Ал бағасына келетін болсақ, 5400 теңге болды, ал келуі отдельно маған 7000 теңгеге түсті, себебі салмағы бар. Біздің елде қанша тұратынын білмедім, салыстырып сіздерге айтайын десем. Енді мына ішін ашып көрсетейін сіздерге. Осындай қосымша қалталар бар, майда заттарыңызды салғанға. Ал достар, осымен мен распаковка видеом соңына жетті. Енді барлықтарыңыз сұрайтын сұрақтарыңызға жауап бергім келіп тұр. Қызықтыратын сұрақтарыңызға ол әрине карго жайлы. Мен біраз уақыттан бері Эль каргосымен тапсырыс беріп жүрмін. Жалпы қанша күнде келеді деген сұрақты нақты айта алмаймын. Егер таможняда бір мәселелер болып, немесе Қытайдың өзінде бір мереке болып қалмаса, тапсырыстар 14-17 күнде келіп жатыр. Ал салмағына келетін болсақ, алматылықтарға $5 килограммына, ал басқа қалаларға $5-2 алады. Ал мынау осы каргоның сайт отслеживаниясы. Осында сіздер трек-код енгізесіздер. Трек-код енгізгеннен кейін бақылап отырасыздар. Алматыға келеді, содан кейін сіздің қалаңызға жіберілгеніне жасыл галочка тұрады. Ал мынау сол каргоның Instagram каналы, осында барлық ақпараттарды білсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет достар. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.